Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай витаминге толы витамин салатын әзірлейтін боламыз. Небәрі 3 ағзат кетеді және біздің ағзамызға өте пайдалы. Ең алдымен капуста біздің ағзамызға сіңуге жақсы болады және қызылша біздің қанымызды көтереді. Әсіресе диетада отырған адамдарға өте пайдалы салат. Бізге ең алдымен капустаны осы видеодағыдай етіп ұсақтап турап алып ыдысымызға саламыз. Екінші бізге сәбізді де өткіштен өткізіп капустаның үстіне қосамыз. Бізде қолданып жатқан заттардың барлығы балғын түрде болса, салатымыз өте күшті болып шығады. Сосын бізде үлкен көлемде бір дана қызылшаны да өткіштен өткізіп салатымыздың үстіне қосатын боламыз. Менің видеома лайк басып, пікір жазып, қоңыраушы батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір жазған пікірлеріңізді мен оқып, барынша ответ қайтаруға тырысамын. Менің каналымда көптеген видеолар, тамақтар, салаттар және пісіріктер видеосы бар. Міндетті түрде тіркеліп, әрбір видеомды көріп шығыңыздар, мен қуанып қалатын едім. Бізге укроп қажет болады. Укропымызды да ұсақтап турап салатымызға қосамыз. Және бізге бір дана чеснок өзіне тән ерекше дәмді беріп тұрады. Міндетті түрде қоссаңыздар, күшті болып шығады салаттарыңыз. Мен ұсақтап турадым. Сіздерде үйлеріңізде чеснок өткізгіш болса, сонымен өткізіп алсаңыздар болады. Менің ыдысым өте кішкентай болып қалды, сондықтан үлкен ыдысқа салып араластыратын боламын. Бізге пісте майы қажет. Мен пісте майын құйдым. Үйлеріңіз оливковый масло болса, одан да күшті болып кетеді. Дәміне қарай тұз саламыз және қолымызбен жақсылап езіп тұрып араластыратын боламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін алып қолдансаңыздар, өте күшті болады. Қызылша салат негізі организмге өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін және достарыңызға осы видеоны жіберіп бөліссеңіздер қуанып қалатын едім. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын.